Сіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы экожүйенің қандай түрлері бар. Оқыту мақсаты: экожүйе түрлерін жіктеу, табиғи және жасанды экожүйені салыстыру. Мақсатқа жету үшін экожүйенің қандай түрлері барын, әртүрлі экожүйенің ерекшеліктері неде екенін білу қажет. Экожүйелер шығу тегі бойынша табиғи экожүйе және жасанды немесе антропогендік экожүйе деп бөлінеді. Біздің ғаламшарымызда әртүрлі экожүйелер бар. Экожүйе белгілі бір түрлерге жіктеледі. Бірақ биосфераның осы әртүрлі бірліктерін біріктіру мүмкін емес. Сол үшін де экологиялық жүйенің бірнеше жіктемелері бар. Мысалы, оларды шығу тегіне байланысты шектейді. Бұл табиғи экожүйе. Оларға зат айналымы, адамның ешқандай араласуынсыз жүзеге асатын құрылымдар жатады. Жасанды, яғни антропогендік экожүйе дегеніміз адамның іс-әрекетінен пайда болған және әрі қарай да адам іс-әрекеті арқылы жүзеге асады. Жасанды экожүйелер адамзаттың пайдасы үшін қоректі азық-түлік, таза ауа және басқа да өмір сүруге қажетті өнімдер түрінде өндіріледі. Енді біз экожүйелердің көлемі бойынша қарастырайық. Көлемі бойынша экожүйелер микроэкожүйе, мезоэкожүйе, макроэкожүйе, ғаламдық деңгейдегі экожүйе болып жіктеледі екен. Микроэкожүйеге мысалы құлаған ағаш тіні немесе ормандағы алаң. Мезоэкожүйеге орман массиві немесе даладағы шоқ ағаштар. Макроэкожүйеге дала, теңіз, ғаламдық деңгейдегі экожүйе, жер ғаламшары жатады екен. Енді біз экожүйелер энергия көзінің типі бойынша қалай жіктелетінін қарастырайық. Экожүйелер энергия көзінің типі бойынша күннің әсерінен қалыптасатын, күннің әсерінен және басқа да табиғи көздер әсерінен қалыптасатын, күннің әсерінен және адам іс-әрекетінен қалыптасатын, жанармай әсерінен қалыптасатын болып төрт түрге жіктеледі екен. Күннің әсерінен қалыптасатын табиғи экожүйе мұхит айдыны, биік таулы ормандар. Бұлардың энергия алатын көзі біреу ғана, ол күн. Бұл экожүйе өмір сүретін организмдер энергияның басқа да ресурстардың аз болуына бейімделген, сондықтан оларды тиімді пайдаланады. Бұл экожүйелер үлкен көлемді алып жатқандықтан биосфера үшін аса маңызды. Мұхит бүкіл жер шарының 70% алып жатыр. Бұл негізгі жүйелер өмір сүруді қамтамасыз ететін, жердегі жағдайды реттейтін және тұрақтандыратын механизмдер. Бұл жерде күнделікті үлкен ауа көлемі тазаланады, су айналымға оралады, климаттық жағдайды қалыптастырады, тіршілікті қамтамасыз ететін температура және басқа да функцияларды сақтайды. Одан басқа бұл жерде адамның іс-әрекетінсіз өндірілетін бір қатар азықтық және басқа да материалдар бар. Екінші, ол күннің әсерінен қалыптасатын және басқа да табиғи көздермен толықтырылатын табиғи экожүйелер. Бұл табиғи құнарға ие және жинақталатын органикалық заттарды өндіруші. Олар табиғи энергиялық қосымшаларды судың көтерілуінен, толқыннан, ағыс энергияларынан, су жиналатын алаңдардан, жаңбыр мен жел арқылы түсетін органикалық және минералдық заттардан алады. Сырдария өзенінің жағалаулық бөлігі күн көзінен энергия алатын көрші аумақтарға қарағанда құнарлылығы жоғары болу себепті осындай экожүйеге мысал бола алады. Үшінші экожүйе түрі ол күннің әсерінен және адам іс-әрекетінен қалыптасатын экожүйелер. Тек қана күн көзінен емес, адамдардың іс-әрекеті нәтижесінен де дотация ретінде энергия алатын жер беті және су агроэкожүйесі. Олардың жоғары өнімділігі өңдеу, суару, тыңайтқыш, будандастыру, қайта өңдеу және тасымалға жұмсалатын бұлшық етті энергия және жанармай энергиясына байланысты. Нан, жүгері, картоп, ішінара мұнайдан жасалған. Ең өнімді ауыл шаруашылығы энергияны екінші типті ең өнімді табиғи экожүйе мөлшерінде алады. Олардың арасындағы айырмашылық мынада:
Адам энергияның көп бөлігін шектеулі азық-түлік өнімдерін өндіруге жұмсайды, ал табиғат оларды әртүрлі түрлер арасында бөліп беріп, әртүрлі қалтаға салып, энергияны қорға жинақтайды. Бұл стратегия тіршілік мақсатында әртүрлілік жоғарылату стратегиясы деп аталады. Жанармай әсерінен қалыптасатын индустриялық қалалық экожүйе адамзат жетістігінің көрсеткіші. Қалаларда жанармайдың көп бөлігі күн энергиясымен алмастырылады. Күн әсерінен қалыптасатын жүйенің қоректену өнімін сырттан әкеледі. Бұл экожүйенің ерекшелігі қалалық аудандарда энергияның тұтынылуы бірінші 3 типтегі экожүйелерге қарағанда 2-3 есе артық. Адам организмінің физиологиялық қажетінен 80 есе артық энергия жұмсайды. Сонымен біз осы экожүйелер түрлерін қарастырып шықтық. Енді сіздер маршрут парағында берілген тапсырмаларды дәптерге орындап, кейін оны суретке түсіріп, классрумға жүктейсіздер, мұғалімге кері байланыс ретінде ұсынасыздар. Және ол тапсырмаларыңызды мен тексеріп, сіздерді бағалаймын. Назарларыңызға рахмет.